Қалайсыздар достар, бәріне салам, сендермен бірге Даник және достар, бүгінгі видео қош келдіңдер. Видеоның не болды? Достар, видеоның атын оқып сендер уже біліп тұрған шығарсыздар. Мен бүгін машинаны көрсететін боламын, обзор түсіруге келдік қазір. Осындай форматта достар, мен видеоны бірінші түсіріп тұрмын, сондықтан лайкпен қолдап кетіңдер и біз видеоға кірісетін боламыз. Достар, бәрінде сұрақ болуы мүмкін, мен бұл машинаны қалай алдым деп. Кейбірлері әке-шешесінің ақшасын алып дейма бір бәле дейді. Достар, мен сразу шындықты айтамын. Бұл машинаны алу үшін мен ақша бір тиын де сұраған жоқпын, ешкімнен өзім ғана таптым. Қалай тапқанын бәрін достар мен Инстаграмда көрсететін боламын. Сондықтан Инстаграм парақшама кіріп кетіңдер, қызық болады деп ойлаймын. Жазылып кетіңдер, онда да барлық жаңалықтардың бәрін сол Инстаграмда көретін боласыздар. Мысалы, мен машинаны бір ай бұрын сатып алдым, енді ана қолым тиіп отыр соны түсіруге. Сондықтан ренжімеңдер. Достар, енді машина туралы сөйлесуді бастайық. Бұл Mercedes E-класс 2002 жылғы машина, бірақ достар, түріне қарасаң 2002 жыл деп айтпайсың, өйткені немістер енді дизайннан красавчиктар ғой. Кейбірлер көп сұрайды, неге Mercedes, кейбірлер Camry алмайсың ба дейді, бір бәле деп. Достар, менің ойымша немістерге Mercedesке ештеңе жетпейді. Сондықтан мен Mercedes алдым. Бұл жақта достар, объем мотордікі 3.2 машинаның жүргені жыны жүреді, но бензинді да жақсы жүреді. Қазір жүреміз, соны көрсететін боламын. Сыртқы түріне қарсақ, номерлар достар обычный, бәріне көрсетемін, өйткені ақша алмады номер алған. Прикол, короче. Да что ты, черт побери, такое несешь? Достар, кеттік, машинаны көрсетем. Мына жақта 16-шы размердің дисктары тұр. Негізі өзінің родной 16-шы дисктар бар, мынау бір Китайма бір бәле сияқты. Ол қысқы шиналарда тұр, қысқы дөңгелектерде. Бұйырса қыс болғанда соны қоятын боламын. Ары қаратай машинаның салоны ана жақта бір бәле жатыр. Кет кругпен. Үстінде жоғарыда достар люк бар. Машинаның терезесін ашып қоюға болады. Достар, міне машинаның артқы жағы. Артқы жерінде негізі мына жақта достар E320 деп өзінің шильдиктары тұру керек. Мына жақта Mercedes дегені қалған. Білмеймін қақай айтқан, өйткені машина 17 жыл болған машина. Негізі кузов жағынан вообще боялмаған, мынау бамперлар ғана боялған, оны түкіріп кетуге болады, пайдайды. Негізі состояниесі достар машинаның жақсы, бағасы қандай деп сұрасаңдар достар, колеса KZK бір сайттардан көре аласыңдар, примерно қанша тұратынын. Мен айтпайтын боламын машинаның бағасын. Достар, машинада негізі кузов жағынан мынандай царапиналары бір бәлелер бар, бірақ сендерге қызық болса достар, мына проект сияқты түсіруге болады машинаны. Сондықтан достар, комментарияға жазып кетіңдер, егер де сендерге осындай видео прям қызық болса, лайв контент машинамен мен түсіретін боламын. Бұйыртса бұның істейтін заттары көп, ішін химчисткаға апару керек, руль андай мындай проект сияқты кетеді, сыртын там полировка жасатам, жалтырап тұрады мындай дисктар, сосын барып дискті қыстан кейін ауыстырамын достар, қазір керек емес, но и так нормально. Так, капотмасында не бар екен? Достар, мені көріп тұрсыңдар, капот негізі кір. Достар, мен сендер үшін капоттың астын ашып тұрмын. Бұл жақта мен айтқандай 3.2 объем моторда, 224 аттың күші бар. Сондай характеристика айтып кетейін. Автомат коробкасы 5 ступенчатый, 5 ступенька автомат бар. Сонымен болды достар. Басқа не айтам? Басқа қызықты характеристика керек болса достар, осы машинаны гуглите аласыздар. Гуглда E320 W211 деп бәрін білуге болады. Мен сендерге ең қызық жағын айтып кеттім. Достар, міне біз қазір машина салонына келдік. Бұл салонда енді өздерің көріп тұрсыңдар, дизайны өте керемет. Реально достар, 2002 жылғы машинаға ұқсамайды. Мысалы, қараңдар, бұл жақта фишкаларда не бар? Машина негізі CD дисктар бар, мына жақта бассаң, осы жақта несі шығады өзінің. Дік-дік. Кішкене қатып қалғандай істейді, бірақ енді түсінуге болады. Мына жақта негізі сол диск салатын бір бәлесі болу керек, бірақ мына жақта жоқ, білмеймін неге екенін. Жауап жерек сол үшін. Машинаның комплектациясы достар элеганс. Бұл жақта қайтеспесем классик бар, Mercedes'те авангард бар и элеганс. Элеганс негізі ең ортаңғысы болып айтылады. Бірақ машинада қараңдар, негізі маған керектерінен барлық удобство бар. Сиденье мына жақта электрически көтеруге болады, рульді электрически бәрін түсіріп көтеруге болады. И еще память бар, мысалы, бір екі адам машина айдаса, бір адам мынау кнопкаға басып қойды, ол адамға кетеді. Екіншісін бассаң, чисто жатып айдағанға сондай удобно да. Енді достар, үстінде люк бар міне. Люкті ашудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бәрі білесіңдер, артқа, үстіге ашылады.
Достар, көріп отқандарындай машинаның пробегі 297 мың, почти 300 мың. Менің ойымша, достар, бұндай санға машина өте жақсы сақталған. Мысалы, салонда өздерің көріңдер, ағаш, кожа бәрі нормально сақталған. Мына жақта ошибка жазып тұр, СРС деген. Уайымдағанда, достар, машинадан подушкалар атылмаған, жастықтары былайша айтқанда. Ол өзі сонда ошибка беріп тұр. Біз машинаны алатын кезде бәрін тексерген, оның бәрі орында деп көрсетті. Сондықтан мынау енді ошибка болып жанып тұр, кетіп тастау керек оның да. Достар, міне біз машинаның артына келдік. Көріп отқандардай өте екен. Мен жаңа мысалы сиденьені өзімнің настройкамен қойып қойдым, и артында мен өзімне қараңдар. Да, фига орын бар, короче. Артқы адамдарға, достар, қараңдар, нарықта пепельница бар. Мысалы, кім темекі шегеді? Мен бірақ ешкімге темекі шеккізбеймін, өйткені өзімде шекпеймін. Машинаның іші сасымау керек. Айтпақшы, достар. Мен айтудым кет, мына Мерседестердің өздерінің иістері болады. Қуып атсың, Артта және, достар, қараңдар, нарықта үлкен подлокотник бар, былай бостар сияқты отырғашы, былай отасына. Ей, балам, былай жүр деп отқанға. Нарықта ашсандар, короче, достар, дәптер болып қойып, ручка болып қойып, мына жаққа өшіргіштер. Короче, достар, маған өте ұнайды мынандай заттардың болғаны. Достар, сендерге кожаны кішкене болсын көрсетіп жіберейін. Мына жақта қараңдар, кожа, короче, осындай. Негізі шешіп тастау керек. Просто қазір күн ыстықта адам кожаға тисе, жанады, андай терлеп кетеді. Сондықтан, достар, әлі шешпей тұрмын. Қыста негізі шешіп тастау керек, менің ойымша. Енді кожаның салонда не үшін кожамен жүруші ғой, мынандай емес. Сондықтан, достар, шешіп тастаймын. Достар, осымен біз машинаның сыртын көрсеттік, міне ішін көрсеттім, алдын көрсеттім, артын көрсеттім. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Енді, достар, ең қызығы машинаны айдап көрейік. Қазір сендерге көрсететін боламыз. Кеттік. Достар, ендеше машинаны айдауға кірсек, бірінші оталдырамыз оны. Яғни қазір дауысы естілетін шығар сендерге. Мотордың мощі енді білініп тұр дауыстан. Енді ременді тағамызда асықпай кірсек айдауға. Ең біріншіден, достар, айтарым, машина негізі былай ауыр өзі былай жүргені. Бірақ мотордың арқасында машина кішкене болсын өзін былай жеңіл сезінеді де, басқасан былай жүріп кетеді сразу. Тақтан асықпай өтейік. Мен, достар, біз қазір мысалы онша емес жаман жолдармен келе жатырмыз. Машина деген бір дыбыс шықпайды. Былай тарс деген тарсылайтын Мерседес қой енді. Достар, міне біз жолға шықтық. Машинаның енді мощнысын былай көрсетемін, өйткені Алматыда 60 пен жүру керек максимум. Басып көрейік қазір. Достар, міне біз машинаны қазір айдап келе жатырмыз. Мен ең бірінші рет машинаға отырғанда машинаның дауысы Гелендваген сияқты шығады. Соны айдағанда кішкене таң қалдым негізі. Білмеймін, видеода сендерге естіле ма, естілмейтінін білмеймін. Қазір мысалы мынау пешеходканы өтіп кетейін, газ басып көремін. Әне. Болмайды кен. Достар, примерно осылай шығады дауысы. Болды, енді жайрек жүйік нақта адамдар көп екен. Передаю атмосферу бесплатно. По сути, реально дауысы жестко. Дауысы жестко шығып прям. Баса бергім келеді, достар. Она как-то неожиданно шығады. Достар, машинаның жүргені енді өздерің білесіздер, размер үлкен, кішкене ауырлау жүреді повороттарда. Бірақ газды бассан енді мотордың арқасында өзінің салмағын көтереді, басса. Достар, осымен біздің видеомыз бітті. Сендерге ұнады деп ойлаймын. Ұнаса аямай лайктарын басып кетіңдер. Мерседес ұнаған шығар. Комментарийға өздерінің пікірлерін жазып кетіңдер және Instagram тағы басқа парақшаларға жазылып кетіңдер. Келесі көріскенше сау болыңдар, достар.